Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрланбек Бақнұр. Мен 4-ші курс студенті, Маңғыстау облысы өнер колледжінің кескіндеме бөлімінде оқимын. Жалпы мен бүгінгі ұсынатын жобамның негізгі идеясы бұл үміт атты жоба. Үміт атты жобаның ерекшелігі ерекше балалармен, ата-аналармен онлайн форматта қашықтықта жұмыс жасау әдісі десе де болады. Бұл үміт жобаның ерекшелігі басқа жобалардан бұл приложение платформасы арқылы жасалатын жұмыс. Күнде тұрақты ата-аналармен біз қарым-қатынас жасай отырып, баланың күнделікті прогрестік дамуын басты назарға аламыз. Мен қазір жобаны таныстырайын. Мысалы, үміт атты жоба, міне осылай кірген жағдайда, мысалы, пішіндермен достасу. Балаларға сіздерге сәттілік тілеймін деп жазғам. Бұндай жаттығулар баланың ерекше қабілетін арттырады. Мысалы, бір видеода, мысалы, міне осы видеоға қарай отырып, баланың ата-ана күнделікті математиканы дамытып жасайды. Сол секілді пішіндердің видеосын қарай отырып, ата-ана өзінің документін осы жерге салып, жүктеп жіберетін болады. Сол арқылы баланың күнделікті жұмысын тексеріп отырып, баланың даму сатысының қаншалықты жақсы екенін байқаймыз. Содан кейін мысалы біздерде чек-листтер болады. Баланың қалай жұмыс істеу керектігін осы жерге жазамыз. Және бұл жерде ата-аналар өзінің комментариясын жазып, мысалы аптада қандай мәселе болды, мысалы бұл жобаның қай жері ұнады, қай жері ұнамады. Сол себепті біздер қателіктерін жөндей отырып, біз ары қарай дамитын боламыз. Мысалы, алғашқы апталық сынамалы курс. Бұл жерде видео жүктелген. Бұл видеоның ішінде психосоматикалық, дефектолог, тілді жаттықтыратын басқа да тақырыптарға байланысты осы жерде жүктелген, және мұнда балалар ата-анасымен бірге қайталап жүктей алады. Мына жерге. Болмаса комментариясын қалдырады. Ең соңында ойын. Біздер білеміз, балдар, ерекше балдар болсын, басқа да болсын, өзінің телефонда отырып ойнағанды жақсы көреді. Сол арқылы біз ойын арқылы баланың тағы да қосалқы дамытуға мүмкіндік сыйлаймыз. Ойынды бастау. Мысалы, осы ойын арқылы сары түсті тауып көр. Кейбір адамдар үшін бұл өте қарапайым әрекет болуы мүмкін, бірақ ерекше балдарға бұл сары түстің өзін табудың өзі ол үлкен сынақ есебінде. Сол себепті міне ойынды бастайық. Мысалы, сары түс қандай дегенде, мысалы, кепка. Дұрыс жауап. Сол секілді қоңыр түсті тауып көр. Қоңыр түсті тек қана ол түсін емес, сондай-ақ қоңыр түс қандай нәрсеге, кімге байланысты екенін тағы да тексеріп көруге болады. Сол арқылы баланың кішігірім даму сатысын біз осылай жобалап қарайтын боламыз. Күлгін түсті тауып көр дегенде, мысалы, міне. Мысалы, картинасы шығады. Міне. Болды. Осымен менің жобам қысқаша аяқталды десе де болады. Назарларыңызға рахмет.